тауық сорпасын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға тауық етін салып, бір пиязды салып, су құйып, отқа қоямыз. Пайда болған көбікті алып тастап, қайнатамыз. Кеспеге қамыр илейміз. Ол үшін бір дана жұмыртқа және соған тұз қосып, осыған қамыр илейміз. Сорпамыз қайнады. Қайнаған сорпаның көбігін алып, жарты сағат қайнатамыз. Бізге керегі картошка, сәбіз, помидор, көкпияз және укроп. Осыларды турап қоямыз. Қайнап жатқан сорпаға бір дана помидорымызды салып жібереміз. Және жаңа илеген қамырымызды жаямыз. Қамырды жайып, кептіріп қоямыз. Ет пісті. Енді сәбіз бен картошкамызды саламыз. Кепкен қамырды кеспе қылып кесеміз. Сорпамыз қайнап жатыр. Пиязды алып тастаймыз. Тұз бұрышын саламыз. Кеспемізді саламыз. 5 минут қайнатамыз. Сорпамыз дайын болып қалды. Үстіне укропты сеуіп, астын өшіреміз. Сорпа дайын болды. Ыдысымызға саламыз. Үстіне көк пиязды сеуіп, укроп сеуіп, ұсынамыз. Сорпа жеңіл, тез дайындалады және ағзамызға өте пайдалы. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ас болсын.